Нұрсұлтан бірден айтам дейді. Аллаға шүкір. Короче, андай нәрсе бар ғой, бәрі айтады да, сіздерге бір керемет нәрсе айтайын ба? Мынау жалпы неде әлемде екі қағба бар екен білесіздер ма деген нәрсе бар ғой. Негізі екі қағба емес, бір жарым қағба. Бір қағба жоғарыда болса, мынау жарты қағба болып есептелінеді. Себебі мынау қағбаны негізі Ибрахим пайғамбар салған ғой. Содан кейін бір неше 18 рет па сондай рет бұзылып салынған деп айтады. Біраз рет қайта салынған да, нақты неше рет екенін ұмытып тұрмын. Соның ең соңғысы сол мүшриктер пайғамбарымыз кезінде да, пайғамбарымызға пайғамбарлық келмей тұрған кезінде, сол кезде қағбаны салған кезде қағбаны таза ақшаға салу керек болады. Ол кезде ислам діні болмаған, таза андай туралық діні, тек Алланың бар екенін мойындау болды. Басқа ештеңе істемейсің, намаз оқымайсың, ештеңе істемейсің. Главное пұттарға табынбасаң болды. Тура сол кезде қағбаны қайтадан жөндеу жұмыстары болады. Пайғамбарымыз ол кезде кәдімгі ер жігіт болады. Күші қуаты өзінде кезінде соны салдырамақшы болады. Сонда пайғамбарымыздың атасы да оған атсалысады. Атсалысқан кезде қағбаны таза ешқандай күні қосылмаған ақшаға, яғни арабтар ол кезде пайданың бәрі неден көретін еді? О, жердің ар жағынан келетін пұттарға алтындарын тастап кететін кісілер болады. Сол алтындарды арабтар өздеріне алатын еді. Сондай ақша қосылмаған, анау риба, анау өсім болмаған, процент деген нәрсе болмаған. Риба деп айтылады, діни неде. Сол болмаған ақша, қосылмаған ақша, біреудің ақшасын ұрламаған, желілмеген ақшаға қағбаны салдырмақшы болады қайттан. Бірақ ол болмай қалады. Ақшасы жетпей қалады да, қағбаны дәл солай жауа салады. Кейін айналасы анау жер болады, былай домалақ белгілеп қойған. Тура сол қағбаның іші болып салынады. Сіз өткенде намаз оқыған жер бар ғой. Қазір мысалы оның ішіне тек кімдер кіреді? Президенттер ғана кіреді, немесе үлкен мәртебеге ие адамдар ғана кіреді ғой. А былай құптан намазынан кейін осындай уақыттарда кейбір адамдарға ғана бұйырады соның ішіне кіріп 2 ракат намаз оқу. Енді үлкен бақыт, әркімге бұйыра бермейді негізі. Келген 1000 адамның бір 3-4-еуіне ғана бұйырады. Соның ішіне бүйтіп фотодан көрсе болады, домалақ белгілеп қойған. Ол сол қағбаның іші болып есептелінеді. Соның ішінде оқылған 2 ракат нафил намаз бір 5 минут береді әскерлер. Кіріп 2 ракат намаз оқисың, шығасың. Оқып болғаннан кейін енді бөлек сезім алады. Сен енді қағбаның іші, уже Алланың үйінің іші, жер бетіндегі барлығы соған қарап намаз оқиды, бірақ сен соның ішінде намаз оқисың. Оның бақыты, оның эмоциясы бөлек, кайф енді. Аллаға шүкір.